Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Біз сіздермен 10 сынып информатика қоғамдық бағыты бойынша 3-ші тоқсан бойынша жиынтық бағалауға арналған тапсырмаларды жауаптарын талқылайтын боламыз. Олай болса, кірсек, веб жобалау бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Бірінші сұрақ: сайт картасы дегеніміз не? Олай болса, кітапты ашып алайын. Веб жобалау бөлімі 4-ші бөлім қоғамдық бағыт бойынша. Олай болса, бірінші тақырыбымыз бізде сайттың картасы 88-ші бетте. Бірінші, сайт картасы дегеніміз не? Сайт картасы дегеніміз сайттың картасы. Сайт мэп, сайттың барлық бөлімдері, ішкі бөлімдері, сайттағы мәліметтер көрсетілген жеке бет. Дәл осы сөзді аламыз. Біздің негізгі сұрағымыздың жауабы да осы болып келеді. Олай болса, сұрақтың жауабын жазайық. Осы мен белгілеп қояйын. Осы сөзді алдын ала жаттап барғандарыңыз дұрыс. Неге дейін? Бір жобаға дейін. Осы тоқтатып сөзді жазып алғандарыңыз дұрыс. Олай болса, мен екінші сұраққа өтейін. Сөйлемді толтырыңыз, яғни сөйлемдегі қалып кеткен сөзді орналастырыңыз деген мағынада. HTML форматындағы сайт картасы ортада мына жерде бір сөз қалып кеткен арналған. Ол қолданушылардың сайттан керекті ақпаратты іздеу жұмысын жеңілдетеді. Мен қазір кітапты ашайын. Екінші сұрақтың жауабы біздегі мынау: HTML форматындағы сайт картасы қолданушыларға арналған. Яғни бізге мына сөз керек: қолданушыларға арналған. HTML форматындағы сайт картасы қолданушыларға арналған. Демек, біз мына жерге қолданушыларға арналған деген сөзді қоямыз. Дұрыс жауап белгілеп алыңыздар. Так, олай болса, келесі сұраққа өтейік. Сипаттаманы анықта. Басты бет сайт қолданушылардың тілінің ақпараттың сәйкес болуын назарға алу керек. Осы сипаттама қай вариантқа дұрыс келетінін анықта дейді. Олайса жаңа кітапқа қайтадан барамын, сіздерге дәлелдеу үшін. Ол сұрақтың жауабын біз 18-ші тақырыптан іздейміз. Сайттың басты беті 93-ші бетте. Міне сайттың басты беті мынадай сипаттамаларға ие болу керек дейді. Яғни ақпараттылық, мақсатты аудиторияны ескеру, сенімді және құнды ұсыныс, ыңғайлылық және қолданушылық, әрекетке шақыру, өзгеріс, көркем тартымдылық, сайт конструкторлары. Яғни осы 7 сипатқа ие болу керек екен. Енді бізге бұл бәрін оқып отырмай қояйын. Сіздерге ең керектісі осы мына сөз: басты бет сайт қолданушылардың тіліне ақпараттың сәйкес болуын назарға алу керек дейді. Яғни мына жерде бізде қараңыз: мақсатты аудиторияны ескеру, басты бет сайт қолданушыларының тіліне ақпараттың сәйкес болуын назарға алу керек. Бізге дәл осы сұрақтың жауабы келген, яғни біз онда белгілейміз осы мақсатты аудиторияны ескеру. Дәл осылай белгілеп қоямыз. Сіздер галочкамен немесе домалақпен белгілеп қойсаңыздар болады. Осы кеттік келесіге. Сайт мазмұны дегеніміз не? Кітапты ашайын тағы. Біз осы 19-ші тақырыптан аламыз. Мазмұны, яғни сайттың мазмұны. Сайт мазмұны дегеніміз кез келген сайттың негізі, сайттың танымалдылығы мен жетістігі оның мазмұнына байланысты болады дейді. Осы жауапты біз тікелей аламыз. Сайттың мазмұны кез келген сайттың негізі және де сайттың танымалдылығы мен жетістігі оның мазмұнына, негізгі мазмұнына байланысты болады екен. Олай болса, біз осы сөзді аламыз. Дәл осы сөзді жазып алыңыздар, немесе жаттап алғандарыңыз жөн. Бір жазуға барған кезде де көшіріп ұтпай, бірден осы сөзді еске түсіріп жазып тұрасыздар. Енді жазып алсаңыздар, 5-ші сұраққа өтейін. 5-ші сұрағымыз біздің анықтамаларды дұрыс жауаппен сәйкестендір дейді. Бізден веб-сервер, хостинг, веб-торап, домендік атауды біліп алуымыз керек. Бұлардың әрқайсысының анықтамалары бар. Бізде ол 21-ші тақырыпта екен. Сайтты жариялау 117-ші бет. Арман баспасы. Енді осы жерде қараңыздар. Веб-сервер өте ауқымды ақпарат көлемін сақтауға мүмкіндік беретін компьютер. Келесі, хостинг. Қандай да бір кәсіби веб-серверде ақылы немесе ақысыз түрде сайтты орналастыру қызметі. Үшіншісі, веб-торап. Веб-торап сервердегі мазмұнға рұқсат беретін орын, бума, яғни пап. Одан кейінгісі бізде 4-ші домендік атау. Домен сайтымыздың қайталанбайтын жеке
аты доменнің бізде бірінші деңгей қандай мемлекет екенін көрсетіп қойған. Иә, домендік дегеніміз сайттың ақырында кездесетін супа kz деген сияқты, мысалы немесе еңбек kz, HR процесс, ego kz деген сияқты доменнің сайттың атынан кейін осы домендік атау тұрады. kz немесе ол қай елдік болса сол елдікі тұрады. Сәйкесінше мына осы сәйкестендірулерді мен тұралап қойғам. Дәл осылай көшірсеңіздер, немесе осы қай жерсі қай жерде келетінін жаттап алыңыздар. Олай болса, келесі сұрақ: сайтты насихаттаудың әдісі дейді. Сайтты насихаттаудың 3 түрлі әдісі бар. Ол бізде сұр, қара, ақ. Иә, осы сұрақтар. Олай болса, қазір мен кітаптан көрсетіп жіберейін. Ол бізде мынау 22-ші тақырыпта сайтты насихаттау тақырыбында кездеседі. 123-ші бетте. Сайтты насихаттаудың 3 түрлі әдісі бар. Ақ, қара, сұр. Дәл осылай белгілеп қоямыз. Жақсы, олай болса, келесі бір жобаларда жолыққанша каналымызға тіркеліп лайк басып кетіңіздер.